мейірімді болыңыз. Жұрттар, білесіз бе, қарапайым халық бұрын әлі де кейбір өлкелерде соны ұстанады. Ей, намаз оқымайсың ба десе, мен қорқам дейді намаз оқудан. Оның қорқынышы мынау қазіргі Атыраудағы, батыстағы қорқыныш емес, жоқ. Қорқам дегенде, мен бұл үмітті ақтай алам ба, ақтай алмайым ба? Намазхан адам деген сондай таза адам, сондай пәк адам, мен сондай боламайтын шығармын деп қорқам дейді. Оны ше қарапайым көшедегі сауатсыз біреу айтады. Сол сауатсыз біреу намазхан адамды қандай ұлық қып көреді, ойласаңыз ше? Намазхан адам деген өтірік сөйлемейтін, жалған ақша таппайтын, арам ақшадан, арам нәрседен қашатын, мейірімді келген адам ол. Мен ондай бола алмаймын деп қорқамын дейді. Қорқынышы бөлек мүмкін жалқаулық шығар, сылтау, бірақ аузындағы айтқанына захир дейді ғой, аузындағы айтқанына қарасаңыз бас. Мұнда ше не дейді? Менің балам да өзім де намаз оқудан қорқам дейді. Неге десе, ой, анандай болмай-ақ қойдым, өйтіп болғаннан гөр дейді. Сол ма дейді? Сол ма сенің намазханың дейді, сенің деп сөйлейді. Менің намазханым не болыпты десе, ой, екеуміз бірге қызға барғанбыз, жұмадан шығып алады, екеуміз кеттік болады. Сол ма сенің намазханың? Ана жерде ақшаны былай да арамы қылып жүріп жатыр, мені лақтырып кетті сол намазханың дейді. Сол ма намазхан дейді, лақтырып кетті дейді, көшенің тілмен айтқанда. Пайғамбарымыз айтады, мән ғашшана фәлейса минна дейді. Кім алдаса ол бізден емес дейді. Бауырлар, осы мәселені ойланайықшы қайтадан. Сізбенен біздің осы мақсатымыз бір шығар. Осы қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмасам кім болам деген Сұлтан Махмұттың айтқан сөзін қолдайтын шығарсыздар, бауырлар. Осы қараңғы қазақ адасып жүрген, қараңғы қазақтың даласына шығып, махаббатпенен осы елім жерім деп жүрген қазақтың азаматы шығарсыздар, бауырлар.